Ер бала, мальчик, это как желанный ребенок. Өздеріне Құдайдан сұраған баласы ғой. Когда ему 4? Как раз 3-4 недели будет по осени. Да. Осындай жүктілік уақытында науқаста басында ісік анықталған. Науқаста бірнеше ай болды бас аурулар мазалап жүрген аздап, бірақ соңғы сол 25-26 желтоқсан күндері өте қатты бас аурусынуы болып, науқаста жергілікті емханаға қаралып, онда томография жасалып, миында ісік анықталған. Беременность 33-34 недель. Планируем операцию. Удаление опухоли примерно навигации, кесарево сечение, операция симультанная. Егер екі операцияны бөліп жасасақ, егер бірінші операцияны кесіртілігін жасайтын болсақ, онда науқастың ми жағынан қауіпті болуы мүмкін, әрі қарай асқынулар болып кетуі мүмкін. Ал егер бірінші кезекте мидағы ісікті алып, әрі қарай нәрестені бірнеше уақыттан кейін босандыру шаралары жүргізетін болса, бұндай жағдайда, онда нәрестенің жағдайына қауіп төнуі мүмкін. Нас, команду врачей, акушер-гинекологов, реаниматологов и неонатологов пригласили в Центр нейрохирургии на операцию женщин с беременностью 35 недель. У нее был нейрохирургический диагноз опухоли головного мозга, и параллельно мы шли на эти операции. По поводу ребенка извлекли на 35-й неделе. Это недоношенный малыш, это мальчик. Для него операция прошла достаточно успешно, но учитывая его срок гестации, состояние мамы, он требует дальнейшего дообследования и наблюдения. Поэтому с учетом этого мы заберем его к себе в отделение реанимации новорожденных, обследовать, лечить, наблюдать, все, что ему необходимо. Мы сделали кесарево сечение. У пациентки это уже дважды до этого было кесарево сечение, это наше 3-е вхождение. Операция прошла без осложнений. Бұл симультантты операция дейтін, бұл өте күрделі операция. Себебі барлық нәрсеге өте қырағылықпен және уақытында дұрыс жасалу керек. Бұл медицинадағы, жалпы хирургия саласындағы ең күрделі операциялардың біреуі. Өткен бір мезетте 2 операция жасау бір адамға ең күрделі операциялардың біреуі. Сондықтан енді қазір осы күрделі кезеңдерді біз жеңдік деп ойлаймын. Себебі ананың да жағдайы жақсы қазіргі уақытта пациенттің, және нәрестенің де жағдайы жақсы. Саламатсыздар ма? Мен осы ауруханаға түскеніне отадан кейін жағдайым жақсы, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Мен отадағы 20 шақты дәрігерлерге, оның ішінде Маратбек Абдыкаримовичке үлкен алғысымды білдіремін. Қазір жағдайым жақсы, Құдайға шүкір. Балапаным аман есен.
Олардың ішінде отбасыма да алғысымды білдіремін. Алғысым шексіз бәріне. Қазіргі уақытта денсаулығым жақсы. Вот он, твой ребенок. Видишь? Селядки. Какой селядки? Қазіргі балаңыздың жағдайы тұрақты, балаңыз полный объемын, өзіне керекті объемды ішеді, қортады, стулмен проблемасы жоқ. Қараңызшы, сізге қарап жатыр, тыныс алуынан да проблема жоқ. Қалыпты, тұрақты жағдайы. Сізге енді тек баланың қасында болып, өсіріп, дәрігерлердің бақылауында болу қажет. Күнделікті салмағын бақылап отырасыз. Рахмет. Алғысым шексіз сіздерге. Үлкен рахмет. Ахмедова Аңсар, мама папасы Аңсар деп атын қойыпты. 35 неделя болып туылды. Туылғандағы салмағы 2500 грамм болды. Туылған кезінде балада шала туылғандықтан 35 аптада дыхательный нарушение болды. Тыныс алу жолдарында кішкене көмек қажет болды. 2 күн бала реанимацияда жатты, отделениеде. Тыныс алу аппаратында, СИПАП аппаратта жатты. Одан кейін 2 күннен кейін отделение неонатологияға ауысты. Осы жерде, осы ПИТ палатада 24 сағат дәрігерлердің, медбикелердің бақылауында болды. Қазіргі баланың жағдайы тұрақты, толықпен энтеральный питанияда алады, қортады, салмағын қосып жатыр. Тыныс алу жолында ешқандай ақау жоқ, өздігінен демалып жатыр, ешқандай проблема жоқ бүгінгі күнде. Үйге шығуға дайын.